Шаңырақтай қалқанын басына төңкеріп, 30 батпан алмас күрзісін ебелектей үйіріп Таймас тұр. Астындағы атан түйедей серейген қара тұлпар мойнын доғадай иіп, Алпамыстың келесі шабуылын тықырши күтеді. Қос батыр әлгінде ғана бір-бір кезек алысып, бірін-бірі қошқардай түйіп өткен. Алпамыстың қол байқар жолға тегеурінің өзі Таймасты сең соққан балықтай есеңгіретіп кетті. Енді міне екінші кезегіне шыдар ма екенмін деген сумаң ой жүрегін аяздай қариды. Бірақ бөрі арығын білдіртпесе, сыртқа жүнін дүрдитер дегендей, өзінше күрзісін үйіріп, доңайбат жасаған күйдеді. Алпамыс бұл жолы жалаң қылышын жарқ еткізіп жоғары көтерді. Іле байшұбарын тақыммен нұқып, Таймас батырға қарай ақ тұйғындай құдиды. Сол бетінде жұлдыздай ағып жанаса берген Алпамыс найзағайдай жалт етіп Таймастың басын бір-ақ шауып түсіріп кетті. Үстіндегі иесі обадай болып жалп етіп құлаған соң, қара тұлпарда ойнақтап шыға келді. Осы кезде қалмақ әскерінің қалың сапынан бір батыр еліре айғайлап жүгіре шықты. Жекпе-жек делебесін қоздырып, әрі намысқа шыдай алмай ұмтылған сыңайы бар. Келе жапырып жіберетін емедей етегінің қос шалғайын беліне түрініп алған. Алпамыстың өз қылғанын өзіне көрсеткісі келгендей жарқылдатып жалаң қылыш ұстапты. Жекпе-жек, жекпе-жек деп елере айқайлайды. Мұны көрген Алпамыс тізгін тежеп бір өнер көрсетуді ниет етті. Асықпай қолындағы қылышын қынабына салды, найзасын тақымына басты. Енді тек қана қарында қалқаны бар демесе, құр қол күйінде қалмаққа қарсы жүрді. Қалмақ болса қылышын безеп, ұрымтал сәтті пайдаланып қалғысы келгендей ұмтыла беріп еді. Сермелген қылыш шық етіп қалқанға тиді де, сол сәт Алпамыс жалаң жұдырығын сілтеп қалды. Сілтегені құр кеткен жоқ. Жел шырға жапырақтай қалмақтың басын жұлып түсірді. Қаны шашырап, қаңбақтай домалаған жұмыр бас қалмақтардың сірескен сапына барып бірақ тірелді. Көз алдында өткен жекпе-жектің сыңайын қапы жібермей, тақ үстінде түнере қадалып Тайшы ханда көріп отырған. Әсіресе соңғы өлім намысын келтірді. Іштей күжініп, алтын тақтың шынтақ аспасын сығымдап алды. Сонан соң оң жағында тұрған жас жауынгерге мойын бұрды. «Балам, кеудеңде намыс болса қимылда. Мына қаңғырған қазақтың қорлығы өтіп барады», деді Тайшы хан. Оң жағындағы жас жауынгердің күткені де сол лебіз екен. Дүр сілкінген қырандай иығындағы желбегейін сыпырып тастап еді, үстіндегі көк сауыт жарқырап қоя берді. Бұл бірінші жекпе-жекте опат болған Таймастың жалғыз ұлы еді. Жас та болса батырлығымен жұрт аузына ілігіп, қырандай уытты, қабыландай қайратты бітіммен дараланатын Тайшы ханның «Кеудеңде намыс болса қимылда» деп меңзеп тұрғаны да Таймас батырдың өлімі болатын. Айтқанша болмады, Таймастың батырылы жараған нардай болып құтырынып шыға келді. «Келсең кел» деп жұтынып, қысырдың тайындай болып Алпамыста қарсы ұмтылды. Көзді ашып жұмғанша азу тістерін ақсита шүйліккен қос батыр үркермен айдай болып тоғысты. Демдерінен үйірілген құйын қалмақ әскерінің қалың қатарын қыдырып кетті. Неше жылғы шерін тарқата алмай жүрген Алпамыс бұл жолы да шыдатпады. Беттескен бетте қалмақ батырын сақиналы найзасымен жез қармақтай іліп кетті. Ілген бетте траңдата үйіріп, шаңын бұрқ еткізіп тастай салды. Қалмақ батырының тұяқ серпуге де мұршасы келген жоқ. Әне-міне дегенше жекпе-жек алаңында буылған баудай теңкейіп үш қалмақтың жансыз денесі жатты. Бұл көрініс қалмақтың қалың әскерін есеңгіретіп тастағандай еді. Бір сәтке жауар бұлттай түнерген тым-тырыс тыныштық иықтан басқандай. «Жекпе-жек, жекпе-жек» деді Алпамыс келесі кезекті шақырған белгіні білдіріп. Үні де күндей күркіреп қаһарлы естілді. Осы кезде қалмақтардың қатарынан алшаңдай басып бір жауынгер шыға берді. Бұл туғалы жауырына жер иіскеп көрмеген айтулы балуан болатын. Қимылында еш қатердің нышаны жоқ, асықпай басып барып атқа мінді. Сонан соң тақымын жазып алғысы келгендей олай-бұлай шапқылап қыр көрсетті. Бір мезгілде Алпамысқа жақындап келіп: «Ей, қайратқа мас болған жас бала», деді. «Ер кезегі үш рет деген, үшеуін де алдың, арманыңнан шықтың. Шын батыр болсаң, басыңа қалқан ұста да, ендігі кезекті маған бер». «Жоқ», деп біле тіл қатты Алпамыс. Үнінде ерегіскен ердің райдан қайтпас тегеуріні бар.
Жоқ, кезегімді бермеймін. Біріншіден, сендер көпсіңдер, мен жалғыз. Екіншіден, 7 жыл зынданға салған қорлықтарың үшін 7.000 қалмақты өлтірмей, қылышымды қынапқа салмаймын деген сертім бар. Арманың жекпе-жектің кезегі болса, 7.000 жауынгерді бір жайлы етейін, сонан соң кел. Оған дейін қызығымды көре тұр. Мұнан әрі қос батыр Тәжікеге бармады. Екеуі де сүзетін қошқардай көз аларта шегінісіп алды да бір-біріне тап берді. Алпамыс бұл жолы балуанмен балуанша ұстасайын, қапыда қалдым демесін, қару жұмсамай-ақ қояйын деп ойлады. Сол ниетпен бетпе-бет келіп қалғанда шап етіп жағадан ұстап буындыра жөнелді. Нарттай болып қызарып, ісіп кеуіп кеткен қалмақ балуаны бауыздалған бұқадай қырылдап ат үстінде жан берді. Тайшы хан мұны көргенде шыдай алмай, екі ені селкілдеп, зауал шағын көргендей жанарын жасқа толтырып еді. Тайшы ханның мүжілі шөгіп, көзін жаспен шылаған күйін көргенде 100 000 әскер жалғыз Алпамысты жүндей түтетіндей болып лап қойған. «Я аруақ» деп Алпамыста қарсы ұмтылды. Сол бетінде қамысқа түскен жасындай кеулеп, қалың жаумен қидаласып кетті. Жүріп өткен жерінде өліктерден жол қалып жатыр. Қолындағы семсері сермелген сайын сан дұшпан баудай түссе, лықсып келген қалың қол жартасқа соғылған толқындай болып орнын басады. Алпамысқа жанасуға асыққан небір жаужүрек ерлер жан беруге асыққандай қырғын тапты. Ет пісірім уақыт өткенде төбе-төбе болып өліктер көрінді. Аққан қанға ат шашасы боялды. Өрістен батырдың майданында мұндай болмаған шығар. Кіші бесін әлетінде қалмақтардың да лажы таусылып, қатары сетіней бастап еді. Лажы таусылмай қайтсын. Алпамысты нысана етіп мылтық атса тақ етеді, қылыш шапса шақ етеді. Тап бір шойыннан құйылғандай. Оның үстіне соғысқан сайын еті қызып, арыны өдеп құтыра түскен. Мұны көрген қалмақтың тірі қалғандары үріккен қойдай босып, қорғанға ығысып, ендігі ұрысты қала қақпасының аузында салған. Алпамыс бұл жерде де шыдатпай, қоғадай жапырып, қырғын таптырумен болды. Бұл кезде қас қарайып, көз байлана бастаған. Бір мезгілде салдыр-көлдір еткен дауыс естіліп еді. Алпамыс шайқаса жүріп байқаса, «Қап» деді өкініп. Өкінгеннен не пайда? Сыртта қалған жауларын жусатып, енді қалаға кірудің амалын ойлады. Берік қаланған тас қамал асу берер емес. Алпамыс дүбірлете шапқылап қорғанда 3 рет айналды. Барлық қақпа тас бекітілген. Осы менен жүргенде түн ортасы болсын. Алтын табақтай болып қорғалып туған ай көтерілді. Ай сәулесі адамдардың аққан қанына шағылып, көз қарықтыра жалтырайды. Бір мезгілде Алпамыс қорғаның шығыс жақ іргесінен үңірейе қарауытқан үңгірді байқады. Аттылы адам еркін сыйып кетердей кең қуыс қарауытып сұсты көрінеді. Алпамыс «Бұл не үңгір?» деген ниетпен жақындамақ болып еді, астындағы шұбарат осқырып шегіншектей берді. Әлі де ет қызуы басылмай жүрген Алпамыс тәуекел етіп, қамшыны басып-басып жіберді де шұбардың маңдайын үңгірге бұрды. Бір пәлені сезгенде бұлқына шегіншектеген шұбарат үстіндегі иесі қыстап болмаған соң қос құлақты жымырып алып ашы шектей созыла жөнелді. Сол бетінде ойынды етіп бұлт етіп, асыл біздей жылт етіп, үңгірден өте шықсын. Өте шыққанын қайтейін, қорған ішіне дік етіп түсуі мұң екен. Шылдырлап қоя берген темір тор Алпамысты ат-матымен басып қалды. Байшұбардың үңгір аузында осқырынып, шегіншектеуінің сыры да осы еді. Бұл да ештеңе емес қой. Үңгірдің ішінде аттыл адам сыйып кетердей шыңырау зындан болатын. Қалмақтардың да соңғы сенген тұзағы сол еді. Абырой болғанда Байшұбардың табаны жер искемей сып етіп қорған ішіне бірақ түсті ғой. Жау ішінде жазым көп емес пе? Енді міне темір тордың ішінде балықтай шоршып тұрысы мынау. Жай тұрғыза ма? Түсті-түстілеп лап қойған қалың жау шоқпарларын шірене сілтеп, оқты бұршақтай жаудырды. Осы кезде дөңге қаққан қазықтай болып қасқайып тұрған Алпамыс іштей егіліп, тағдырына назаланып, аруақ Құдайға жалбарынып еді. Көрген қорлық, тартқан азабын айтып, жалғыздығын еске алып, мұңын шақты. Сонан соң астындағы Байшұбардың білдірген белгісін сезбей, өзін-өзі торға түсірген аңғалдығына қапа болды. Қабырғасы қайса өкінді. Мұның бәрін жазбай танып, үстіндегі иесінің жайын біліп тұрған Байшұбар осы кезде бір ғаламат өнер көрсетіп еді.
Алдымен ақырайып кісінеп алды. Сонан соң жалын күкірейтіп, төрт тағанын тіктеп, шортандай бұлқына жөнелді. Сол-ақ екен, темір тор сетіней сөгіліп, шарбы майдай сыпырылып қалды. Алпамыс болса ойнап шыға келді. Енді бұрынғы ма, қабағынан қар түтеп, жойқын күшпен қалың жауға жапыра келікті. Мұны көрген қалмақтар үріккен қойдай тоз-тоз болып, бірін-бірі басып жаншып, бет-бетімен қашты. Бірі тауға тығылса, бірі тоғайға сіңді. Жан сауғадан басқаны ойлаған тірі пенде қалмады. Осылайша тағдыр шіркін Тайшы ханның зауал шағын табалдырығына тіреді. Ол да еңіреген ереді. Бетпе-бет келген қасірет бұлтын қасқая тұрып қарсы алды. Ездік мінез пешенесіне жазылмаған қалыпта Алпамыспен жекпе-жекке шықты. Бұған дейінгі жекпе-жектер бұл жолғы шайқасқа қарағанда баланың ойыны сияқты екен. Алпамыс пен Тайшы найзағайдай шарпысып, күндей күркіреді. Қос батырдың кезек-кезек салысқан соққысы қаланың қорғандарын шайқалтты. Алпамыстың зынданнан шыққалы дамыл көрмегені белгі берейін деді ме, жоқ әлде Тайшықтың тегеуріні ерекше ме, бұлардың жекпе-жегі бір шарпысумен тынбады. Алғашқыда ырғай сілтеп, бір-біріне найза тастасып еді, екеуі де дарыта алмады. Мұнан кейін қида-қида болып қылыш салысқан. Тайшы хан осы тұста бір белгі беріп, ығыса ұрысып еді. Сол ығысқан бетінде қақпаның аузына жеткен. Осы кезде қақпаның аузын қан қылып, қараған жанды таң қылып, Тайшықтың түсін шын қылып, Алпамыс батыр ханның басын қағып түсірді. Осыдан кейін-ақ Алпамыстың мерейі үстем болып, қолына қару ұстаған жау атаулыға қырғын таптырып қалаға кірген. Қан сасып жатқан қала ішінде ат ойнатып келе жатса, бір жерде ербейіп баяғы мыстан кемпір тұр. «Оу, шешеке, аман ба?» деп Алпамыс қыжырта келекелеп тақала берді. Шырағым, жүрмін ғой» деген мыстаның үні тағы да бір аярлықты көлдерең тартқысы келгендей еді. Бірақ Алпамыс оған мұршасын келтірмеді. Қорлығы өткен мыстанға жарық дүниемен қош айтқызып өшін алды. Хан ортасында ойран осымен тынып, Алпамыс батыр көңіл демдеді. Маңдайының терін сүртіп, Қарагөздің отауына ат басын бұрды. Қалмақтан қалың елін Алпамыс батыр аузына қаратты. Ертеңін-ақ керней сырнай тарттырып, қара халықтың басын қосқан. Мұның өзі жеңістің салтанатындай, әділдіктің үстем болған қуанышында еді. Арнайы тігілген ақ шатырдың ішінде Алпамыс отыр. Жанында 15-інде туған айдай болып толысқан Қаракөз. Ата-анадан айырылған қасірет қайғының бәрін Алпамыстың есен сау көрінген бір сәттінің өзі-ақ жуып шайып кеткен. Қазіргі сәтте кер маралдай керіліп, ақ жүзінде шаттық нұр ойнап, Алпамысқа назана жанасады. Қаракөздің жанында құрақ ұшып баяғы нөкер қыздар жүр. Алғашында олар батырдан қымсынып, беттерін шымшып, әрі қорыққан, әрі ұялған сыңай танытып еді. Бас дұшпанның бетін қайырған соң, Алпамыс қыздардың бір кездегі мыстанмен бірге келіп жасаған қаскөйлігін қаперіне де ілмеді. Оның бұл мінезі қазіргі жеңіс салтанатын жандандырып, ел жұрттың көңіліне қуаныш сепкендей еді. Шатыр төрінде, Алпамыстан төменірек жерде серке бағатын Кейқуат отыр. Алғашында бұл көрініске жиналған жұрт сенер-сенбесін білмей таң қалған. Тайшы ханның бақташысын оң тізесін басқыза отырғызуын Алпамыс батырдың келеке мазақ емес пе екен деп күмәнданған. Жоқ, олай болмай шықты. Батырдың өзі елеп ескеріп, құрметпен мойын бұрып, сұхбаттасып отырғанын көргенде көпшіліктің таңданысында шек болмады. Таңдана тұрып, Алпамыстың хан мен қараны тең көрген бұл қылығына қалың ел риза болысып еді. Ел жұрттың басын қосқан бұл жиын тек жеңіс салтанаты ғана емес, сол ел жұрттың ендігі бас иесін белгілеп, жұртқа жария ету салтанаты да еді. Осы ниетпен Алпамыс батыр халық тағдырының тізгінін Кейқуатқа беруді ойлаған. Мұнысы бір жағынан Кейқуатқа берген уәдесінің орындалуы болса, екінші жағынан қарадан шыққан хан халқына жайлы болар деп түйген. Оның үстіне Кейқуаттың жат жақын демей, дос дұшпан демей, қол ұшын беріп, ақылды әрекеттер жасауына қарап, Алпамыс оны зерделі жігіт боларсың деп ойлаған. Қазіргі сәтте оң тізесін басқыза төрден орын беруінің де сыры сол болатын. Жеңіс салтанатының басталу белгісі ретінде алтын шараға шарап құйылып Алпамысқа ұсынылды.
алтын шараны ұсынған Қаракөздің нөкер қыздарының бірі Жүрметұз деген сұлу еді. Бұл өзі тал бойында сымға тартқан күмістей бір міні жоқ, көрер көзді көріп келбетімен тұсап тастайтындай аяулы ару болатын. Шын сұлудың жігіт жүрегін жараламайтын кезі бар ма? Баяғы Қаракөз айымен 7 жыл түзде жүргенде Жүрметұзге Кейқуат да ғашық болған. Бірақ өзінің қандай екенін білетін өр кеуде ару Кейқуат сияқты серке баққан жігітті менсінбей, орайы келсе келеке мазақ қылып кететін. Сол паңдығы әлі қалмапты. Кейқуат бүгін бір-екі рет орайын тауып тіл қатып жанасқан болып еді. Ашы әзілмен бетін қайырып тастай берген. Сол Жүрметұз тал шыбықтай бұралып, қолындағы алтын шараны Алпамысқа ұсына беріп әзіл тастады. «Батырым, шарап ішсең ұйықтап қалатын әдетің болушы еді, байқа», деді сыңғырлай күліп. Жүрметұздың күлкісі де күміс сапырғандай ерекше жағымды екен. Оның үстіне уыз ернін болар-болмас кергенде әппақ тісіне орнатқан гауһар жарқ етіп, төрде отырғандардың көзіне шағылып еді. Әсіресе Кейқуат соқтана қадалып, қыз қылығы шарпып өткендей көңілі алабұртып кетті. Осы кезде Алпамыс та әзілге әзілмен жауап қайырған. «Жоқ, Жүрметұз, адамды ұйықтататын шарап емес, ықылас ниет болса керек. Оның үстіне шарапты мыстанның қолынан ішсем ғана мас болатын әдетім бар. Ал сенің мыстан емес екеніңе шығар күндей сенемін», деп күліп, шарадағы шарапқа Алпамыс ерін тигізді. Осылайша ойын той қызып, жұрт көңілінің кірбіңі жазылған кезде Алпамыс керней тарттырып, жұрт назарын өзіне аудартты. «Уа, халайық», деді Алпамыс, «малға бас жіп, елге басшы жарасқан. Бүгінгі салтанатта елім десе егіліп, жұртым десе жылаған азаматтың атын атағым келеді. Халықтың мұң сырына жақын болар деп, қарадан шыққан Кейқуатты хан сайлаймын. Бүгіннен бастап тағдырларыңды сеніп тапсыратын, алдынан өтпес әміршілерің Кейқуат болады». Бұл шешімді қара халық қуана қарсы алды. Тай құлындай тебісіп, ортасында өскен Кейқуатты іш тартып, құтты болсын айтысты. Кейқуат хан болған соң, Жүрметұз сұлудың да ықыласы өзгеріп, еле қызмет көрсетті. Кешікпей-ақ осы тойдың үстінде Кейқуат хан Жүрметұзды оң жағына отырғызып, өзіне өмірлік жар ететінін айтты. Хан мен ханшаның некесін Алпамыс қиып, шын тілеулестігін білдіріп еді. Ел тізгіні қолына тиіп, хан болған соң, арада бір апта өткенде Кейқуат керней сырнай тарттырып, халқына жар салды. Алпамыс пен Қаракөз айымның үйлену тойын жасауды жария етті. Хандығындағы алтын күміс қазынасын аямай, екі жастың неке қияр тойын есте қаларда етіп өткізді. 30 күнге созылған ойын сауық Алпамыс пен Қаракөздің осы уақытқа дейін көрген қиындықтарын, шеккен уайымдарын жуып шайып кетті. Осылайша қалмақ жұртына тыныш тіршілік орнап, күндер өте берді. Бірде Алпамыс батыр түс көрді. Түсінде бір күшіген түңіліктей боп түнере ұшып келеді де төсегіне қонады. Алпамыс 3 рет ұшырды. Күшіген 3 рет қайта қона берді. Болмаған соң батыр ашуланып, құстың мойнын бұрап жұлып алып жүр екен. Ояна келген Алпамыс ауылында бір сойқанның болғанын білді де дереу жолға қамданды. Өлең төсегіндей туған жұртына күшігеннің шүйіліп жүргені әрине тегін емес. Алпамыс бұл ниетін Қаракөз айымға білдіргенде, ол да уайым шегіп, «Е Тәңірім, көзімнің жасы жаңа тыйылды ма деп едім, тағы да қандай қасіретіңді көлденең тарттың», деп зар еңіреді. Бірақ Қаракөз есті қыз ғой, әрі ойланып, бері ойланып, қабырғасы қайыса отырып, Алпамыстың ел жұртына аттануын жөн көрген. Сол ниетпен жылап еңіреп жүріп, Байшұбарды өз қолымен ерттеп, батырына оң сапар тілеп еді. «Қош аман бол алғаным, алаша төсек салғаным, табанымнан тас өтіп, маңдайыма күн өтіп, қайғысын шектім даланың. Қызығын да көре алмай, ата менен ананың, ақылы кәміл дананың. Жаныңа сенің құрбан ғып, еліме ойран салғаным, ата-анамнан айрылып, сырдай болып қалғаным. Ем болмаса балаң жоқ, артыңда белгің қалған жоқ, ішімде кетті арманың. Арман етпей немене, алдыңнан кетсе алғаның, алғаныңнан айрылсаң, қызыға бармай жалғанның. Мінемін дедің, мін енді, жүремін дедің, жүр енді, көрермін басқа салғанын.
Болмаса неғып ілесіп, шұбар атқа мінгесіп, еліңе неге бармадым? Қыз деген ердің олжасы, ат артына салмадың. Алғаның кәміл бірің деп, аятын көрдім Құранның. Аман барып есен жүр, жолыңа мен бір құрбаның. Қош енді ерім, қош енді, қош деп айттым үшенді, әмірі шығар Алланың. Көзінің жасын бұлап тұрып, Қаракөз айым осы сөзді айтқанда, оның жеңінде алмас қанжар тығулы тұр еді. Ондағы ойы асыл туған ардағы Алпамысты ренжітпей шығарып салған соң, тағдырына нағылет айтып, өзін өзі өлтіруге бекінген. Алпамыс батыр Қаракөздің әлгі сөзіне іштей толқи тұрып, қимай қош жауабын қайырып еді. Ақылыңнан айналдым, Қаракөз айым, деді Алпамыс. Затың әйел болса да, өзіңе ер азаматтай сенім артып, аттанып барамын. Тыныш өмір бастаған ел жұртымнан екеуміз бірдей кетсек, тағы да шырқы бұзылмасына кім кепіл? Мен үшін сен дөңге қаққан алтын қазықсың. Арқандаулы аттай айналып келіп өзіңді табамын. Ақ тілеуіңді аузыңнан тастамай күтетін бол. Аман болсам өзіңе ұшарға қанатым болмай оралармын. Осыны айтып, Алпамыс атының басын 3 рет жолға салып, 3 рет қайрылды. Қаракөзді құшағына қысып, ақ жүзінен сүйіп, шұбатып кетті. Алпамыстың бұл қылығы, айтқан ақылы Қаракөз айымның көңілін көтеріп, жүрегін тәтті үмітке толтырды. Бағынағы өзін өзі өлтіремін деген райынан қайтып, енді барлық үміт тілегін Алпамыстың ақ жолына бағыштаған. Жер танабын қуырып, артына шүйкедей шаң тастаған байшұбар ат құлдыраңдап ұзап барады. Қаракөз айымның көзінде жас, көңілінде тәтті үміт әлі қарап тұр. Алпамыс көкжиекке сіңіп, көзден таса бола бастағанда, «Қош, жаным, есен барып сау қайт», деп күбір етті Қаракөз. Осы сәт таңғы шықтай мөлт еткен көз жасы ақ жүзін тағы да сызып бара жатты.